Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен көкөністер қосылған тауық еті салатын жасау рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 250 грамм тауық еті, 2 қызанақ, 3 қияр, 1 бұрыш, 80 грамм шалқан, 3 ас қасық зәйтүн майы, 5 піскен бөдене жұмыртқасы, 2 грамм кинза, 1 шай қасық тұз және жарты шай қасық қара бұрыш қажет. Тауық етін қайнатып, пісіріп аламыз. Шамамен 20 минут кетеді. Үстіне 1 шай қасық тұз қосамыз. Піскеннен соң 10-15 минут суытамыз. Қиярды дөңгелектеп тураймыз. Шалқанды да дөңгелектеп тураймыз. Бұрышты текшелеп тураймыз. Қызанақты үлкен бөліктерге бөлеміз. Бөдене жұмыртқасын ортасынан теңдей бөлікке бөлеміз. Кинзаны ұсақтап тураймыз. Тауық етін үлкен бөліктерге бөлеміз. Барлық қоспаны біріктіріп, үстіне кинзаны, дәмдеуіштерімізді, 3 ас қасық зәйтүн майын құйып, жақсылап араластырамыз. Салатымызды ыдысқа салып, бөдене жұмыртқасымен безендіріп, дастарханға ұсынамыз. Салатымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.